25 қарашадан 10 желтоқсан аралығында өтетін халықаралық 16 күн зорлық-зомбылықсыз акциясы аясында Риддерлік тарихи өлкетану музейінде оқушылардың қатысуымен тақырыптық тренинг өтті. 16 күн зорлық-зомбылықсыз халықаралық кампаниясы бастапқы кезде гендерлік зорлық проблемасына назар аударуға бағытталған. Уақыт өте келе оның аясында балаларға қатысты зорлықтың алдын алу жөніндегі акцияларды өткізе бастады. Біздің республикамыздағы мектеп буллингі аса маңызды проблема болып табылады. Біреу зорлықпен және кемсітушілікке ұрынса, әлдекім қорлауға ұшырап, болып жатқанды ешкімге айтпайды. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің мәліметтері бойынша, буллинг үшін жыл сайын бірнеше жүздеген балалар суицид жасайды екен. Сондықтан биылғы маусымнан бастап жүйелі қорлау үшін жауапкершілік ендірілген. Агрессорлардың жазалары салдарына байланысты. 10 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұлдан 9 жыл мерзіміне дейінгі жаза, егер жәбірленушіні суицидқа дейін жеткізген болса, тағайындалады. Қорлауға ұшыраған адамның бойында пайда болатын ең бірінші сезім қандай? Ол реніш емес, уайым емес, ол қорқыныш. Қайталап айтамын, әркім қорлаудың құрбаны болуы мүмкін. Және әркімде бөлектеніп қалу, оқшауланып қалу үрейі болады. Сондықтан, егер сіздер мен ешқашан құрбан болмаймын деп ойласаңыздар, қателесесіздер. Қорқыныш әркімнің терең әрі бұрыннан келе жатқан сезімі. Музей мамандары осы ақпаратты жеткізу үшін, сонымен қатар қорлаудың пайда болу механизмі мен оның себептерін өңдеп, неліктен бір балалар басқа бір баланы қорлайтынын түсініп, құрбан, агрессор, буллинг қатысушысы қалай болып қалмау керектігін көрсететін ұсыныстар дайындап, мектептегі қорлауға қарсы жеке әрі ұжымдық әрекеттердің жолдарын көрсету үшін жоғары сынып оқушыларына тренинг өткізді. Оқушылар топтық жұмыстар арқылы процеске жұмылып, осы буллинг сияқты құбылысқа жалпы қоғамда және оның ішінде мектепте жол берілмеу керектігін түсінді.